Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Біздің обучениеміз осы цехта болады бұйырса. Біздерде осындай холодильниктерді оқушыларымызға жасатып, осы бәрі практика осы холодильниктермен болады. Бұл тек бастамасы. Ертең тағы да алдыртамыз холодильниктерді. Бұзылып тұрған холодильниктер мынаның барлығы. Қарап отырсақ, мынаның барлығы қымбат холодильниктер. LG-лар мысалға да, мынаның бәрі LG инверторный компрессормен периодик жасап үйретеміз осылардың бәрін. Өз қолдарымен оқушылардың мыналар обычный капельный охлаждение. Осыларға мотор салдыртып үйретеміз. Бұның қандай принциппен жасайтын, бүкіл мынаның қандай принцип, охлаждение қалай болады, мынау қалай жасайды, мысалға мыналар қалай жасайды. Соның барлығын, мысалға мыналар Samsung-тар өте қымбат тұратын холодильниктер. Осылардың барлығын мыналар сайт-бай-сайттар, мысалға осылардың бәрін жасатып үйретеміз. Бізде теория көп болмайды. Бізде көбінесе практика жүргіземіз. Осы холодильниктерді барлығын диагностика жасап, қалай жасау керек. Соның барлығын осы қарап отырсақ, осы жерде кілең, былай айтқанда иномарка холодильниктер көбісі да, қазіргі заманауи иномарка холодильниктер. Бұлардың каждыйы қымбат тұрады. Мыналар мысалы 600-700 миллионға дейін тұрады. Сол сияқты мына жерде қазір деген 3-4 миллион, мысалға да 3 миллион, 2,5 миллионның холодильнигі тұр. Енді бұның жасауда өте қымбат тұрады. Сол үшін холодильник жасап үйрену өте қазір жақсы кәсіптердің бірі. Сол үшін біздер қазір оқытып жатырық. Біздердің қазір сондай бір идея пайда болды, сөйтіп оқыту деген себебі өзіміз оқыған кезде бізге бір сапалы оқу қиын болып табуда. Сол үшін өзіміз қазір міне 16 жылдан бері тәжірибеміз бар, Аллаға шүкір, біліміміз бар, Аллаға шүкір. Сол біліммен, тәжірибемен оқушыларымызды ары қарай үйретіп, ары қарай сопровождение жасап отырамыз. Бұйырса бірге, бәріміз бірге жөндейміз, бірге үйренеміз, яғни соңына дейін үйренгенше көмектесеміз, бірге боламыз. Сол үшін үйренем десеңдер, хабарласыңдар. Осындай қазіргі бүкіл үйде осындай холодильниктер тұр, қарасаңызда, әрбіріңіз үйренсе. Бірақ осылардың ішінде деген бірталай запчастер бар, яғни бөлшектер. Солардың әрқайсысы мысалы қарайған ақша тұрады. Сол үшін осыны жөндеп үйренсең, яғни кәдімгідей клиент базасын, өзіңіз клиент базасын жинағаннан кейін уже стабильно арқайын миллион жарым мысалға да ол обычно қыстың өзінде қазіргі жағдайда сондай доходтамыз мысалға да. Ол тек обедтен кейін жұмысқа шығып, я болмаса бір 2-3 холодильник істеп біздер сондай доходтамыз. Ал егер де тынбай жасайтын болсаң, мысалға қыстың өзінде, бұл қыстың әңгімесін айтып отырмын. Ал жазда ол біздер енді жалпы жаздың айларында мүмкін емес холодильник кондиционермен араласып жасаймыз жалпы. Соны холодильниктер дейтін жазда көп бұзылады. Сол себепті жазда деген өте көп болады заказ. Үлгермейміз заказға. Сол жазда енді Аллах Тағала мейірімді ғой. Енді Аллах Тағала бізге сондай үлкен ризық несібе есіктерін сол жазда өте қатты айырып ашып қояды. Яғни өте көп ақша табамыз жазда. Енді оның қазір санын айтпай қояйын, ертең сондай оқыған кезде, келген кезде оның бәрін айтатын боламыз. Жалпы Аллах бай ғой. Кімде-кім осындай еңбектенетін болса, мысалға кімде-кім осыны жөндеуге еңбектеніп, үйреніп, шыдап осыған әрекет ететін болса, Аллах Тағала өзінің ризығын, білімін ашады, береді. Сол себепті біздер осы кәсіпте жүрміз 16 жыл бойы. Қазір Аллаға шүкір, доходымыз стабильно, қыс демейді, жаз демейді. Қазір жағдайымыз жақсы, Аллаға шүкір. Баяғындай холодильниктер қазір арзан емес, қымбат және сапасыз. Сол себепті оны жөндеп үйрену, қазіргі мына техника жөндеп жүрген бауырларымыз болса, стиралка, мысалға да Аристон, сондай кондиционер жөндеп жүрген бауырларымыз болса, осы кәсіпті үйреніп алғаныңыз сізге жақсы болады. Қосымша себебі сіз барған кезде үйлерге сіздерден сұрайды, холодильник жөндейтін адамдар білесің ба деп.
мысалға біздерден де сұрайды, мысалға стиралка жөндейтін адам білесің ба деп. Сол сияқты техниканы былай айтқанда үйрену жіті өнерде ер адамға аз да. Сол себепті осы холодильниктерде қазір үйретіп тұрған адамдар бар кезде үйреніп алыңыздар. Біздер өзіміз бәрін обслуживать етеміз, яғни біз Жаңаөзен қаласындамыз. Жаңаөзен қаласында сіз егер басқа қаладан келетін болсаңдар, алла қаласа біздер сізде жататын орын тегін қыламыз. Және де осындай цехта бәріне тек қана осындай практикамен үйретеміз. Тек қана бос сөз емес, осы холодильниктердің барлығы мен өзімнің холодильниктерім, яғни барлығы бұзылып тұрған холодильниктер осылай клиенттерден аз-маз ақшаға сатып аламыз. Содан кейін осылай жөндеп үйретеміз. Басқа да жарнамаларда тұрған холодильниктерді сатып алып, сол жерде жөндеп, басқа арзандау сатып, сөйтіп бизнесті де көрсете аламыз. Ол бәрі мүмкіндік қазіргі жағдайда барлығы бар. Базарда сатылады, запчасти сатылады, материалды сатылады. Тек қана бұл жерде жақсы білім керек. Яғни диагностика жасап, ауруын тапсаңдар холодильниктің, онда сіз уже холодильникті жөндеп болдыңыз. Почти 90%. Диагностика деген ол өте керек нәрсе. Сол үшін егер де сіздер диагностика жасап дұрыс үйренсеңдер, клиентті алдамай, клиентті жаңағындай ақшасын алып қашып кетпей, мысалға сөйтіп жөндеп үйренсеңдер, онда ақша өз сіздің артыңыздан қуалайды. Яғни іс жасайтын адамның істі өзі іздеп барады, яғни жұмыс іздеп жүреді сізді. Сол себепті хабарласыңыздар, пока ашықпыз біз, пока осы холодильникті үйретуге біздің пока желаниеміз болып тұр. Сол себепті хабарласыңыздар, өзіңіз сияқты бізде қарапайым адамбыз, айтқан сөзімізді істейміз. Ешқандай ақшаны алғаннан кейін ары қарай қарамай кету ондай емес. Өзіңіз бірге боламыз, бірге отырамыз, бірге жүреміз, бірге үйренеміз. Ол жерде бәрін бірге көрсетеміз. Практикада строго практика болады, алла қаласа. Теория деген ол қосымша, тек арасында айтамыз. Былай міне осы холодильниктердің барлығы клиент қарап отырсаңдар, қымбат қазіргі заманауи холодильниктер. Бұлардың минимальный, ең минималды жұмысы 35 мыңнан басталады, сварочный жұмыстар. Ал егер мотор болса, тағы да басқа да вентилятор, тен бар ішінде, әртүрлі холодильниктің мүшелері көп қазір осыларда. Осыларды қандай әдемі қылған сайын сонша бұның ішінде запчасть көп. Сол үшін бұның ақшасы да тәтті, жұмысы да оңай қазір. Мысалы бізге, именно бізге уже 16 жыл болды. Сол үшін ол қазір бізге оңай болып тұр. Аллах тағала өзі бізге соны оңай қылды. Себебі біздер көп жыл жүрдік, көп жыл еңбектендік, көп жыл шығындандық. Мысалға сол себепті біздерден үйренсеңдер болады. Хабарласыңдар. Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау облысында, Жаңаөзен қаласындамыз. Хабарласыңыздар. Прямой видеовызбен соқсаңдар болады. Мен просто өзімді түсірмеймін, онда қаламаймын түсіргенді. Жалпы бірақ бәріміз бар адамбыз. Жаңаөзен қаласы бойынша OLX-те мысалға өзіміз жарнамалап қойдық, өзіміздің услугаларымызды, қызметтерімізді. Бәр жерде бармыз, ютубта да бармыз, инстаграмда да бармыз. Былай да Жаңаөзен қаласында халықтың несінде жүрген адамдармыз, Аллаға шүкір. Ешкімді алдамай, ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімнен қашпай, осы кәсіпті өзімізге өмірлік кәсіп қылып жүрміз. Сосын бізде қазір үйрете алатындай жағдайға келген соң сізге айтып жатырмыз. Сол ағайындар хабарласыңдар. Телефон номер бар. WhatsApp-пен соғыңыздар, видеовызбен соғыңыздар. Ондайға бәріміз ашықпыз.